Облыстық, республикалық, халықаралық деңгейде көптеген жетістіктері бар. Ауыз толтырып айтатын жағдай бар. Осы орайда бір нәрсеге көңіл аударуларыңызды сұраймыз. Біздің өкінішке орай кей кездері ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындығымыз кей кездері, кейбір жерлерде тек қана екінші тоқсаннан кейін сол ұбт-ның мәселесімен ғана айналысады. Басқа оқу, басқа процестер кенжелеп қалады. Негізгі басымдылық ана жаққа беріледі. Сондықтан да қандай да байқау болса да, ол орыс skills болсын, басқа болсын, тек қана соған қатысатын адамдарда тек солармен ғана айналыспай, бүкіл колледждің тәрбиеленушілерімен, бүкіл педагогикалық ұжым барлығы соған да көңіл аудару керек. Бізге тек қана 15-20 баланың немесе 50-60 баланың жетістігі бүкіл облыстың мыңдаған оқушыларының көрсеткіші емес ол. Бәріне біркелкі қарауымыз керек.